Har bir mahallede бақытлы һәм абадан тұрмысты жарату үшін ең дәслеп тынышлық һәм қауіпсіздік тәмеленуі зарар. Елімізде бұл бағдардағы жұмысларды талап дәрежесінде жолға қоюдың нәтижелі системасы да жаратылған. Хәттегі құқы кепілленген тәрізде һәр бір mahallені жинаяттан жырақ аймаққа айландырудың имканиятлары іске салынмақта. Қарақалпақстан Республикасы қорғау басқармасы мәхәлле жетілігі ішкі істер бөлімімен біргелікте қауіпсіз қала һәмде қауіпсіз мәхәлле принципі тикарында келіп шығуы мүмкін болған әр қандай ұнамсыз жағдайлардың алдын алуға ерсу мақсатында ораларда түсіндіру жұмыстарын алып бармақта. Пайтақтымыздағы Көне қала мәкан бұқаралы жиын аймағында өткерілген үгіт-насихат жұмыстары міне осы бағдарда болды. Онда тарау қызметкерлері бұқараларға жинаятшылық һәм құқық бұзарлықтардың алдын алу, әр қандай ұрлық жинаятларын болдырмауды, қорғау қызметі абзалдықтары бойынша түсіндіріп, оларға заманауи қорғау үскенелерінен пайдаланудың ахметлі тәріптері хақында малуматтар беріп өтті. Әрбір бұқара үйлерінің тыныштықтарын қорғау мақсатында тәшвіш түймелерін құру һәм камералар құру бойынша түсініктер алып барылды. Махаллемізде жастар арасында да көптеген тәдбіркарлар бар, һәм көптеген іс-шараларын алып барылып жатыр. Солардың объектілерін қорғау мақсатында, олардың техникаларын қауіпсіздігін тәмінлеу мақсатында осы қорғау басқарма жетілері тарапынан көптеген үгіт-насихатлар алып барылып, һәмде камералар, һәмде тәшвіш түймелерін құрып барылмақта. Тәшвіш түймесі құрылған объектте қандай да бір ұнамсыз жағдай, я болмаса жинаятшылық болатын болса, қорғау басқарманың жігітлері белгіленген уақытында жетіп келіп жатырды. Нөкіс қалалар аралық қорғау бөлімі қызметкерлері көп қабатты үйлерде жасаушы бұқараларға қорғау қызметінің абзалдықтары, олардан біріншіден әлбетте қауіпсіздігіміз һәмде тыныштығымыз үшін пайдалану, бұл өзінің ұнамды нәтижесін беретінін түсіндіріп берді. Көп қабатты үйлердің кірер есіктеріне тәшвіш хабарын беруші сигнализация үскенесін орнату, оның осы аймақта жәмиеттік тәртіпті сақтауда осы үскенені басу арқылы қорғау басқармасының тез әрекетленуші топар қызметкерлері ұзағыменен 3-5 минут аралығында сол орынға жетіп барып, болып отырған хадисені тез саптастыруға ерседі. Қорғау қызметі тарапынан ақылды үй жойбар тикарында бұқаралардың тұрақ жайлары, объектілер менен көп қабатты үйлерге тәшвіш хабарын беруші арнаулы үскенелерді орнату арқылы аймақтарда ұрлық жинаятларын алдын алуға ерсу мүмкіндік хақында малуматтар берілді. Өткерілген илаж барысында қорғау қызметінен пайдалануды өздеріне мақұл көрген бұқаралардың жасау үйлеріне бірқатар объектілерге заманауи қорғау қызметі үскенелері орнатып берілді. Мұндай үгіт-насихат жұмыстары басқа да аймақтарда давам етпекте. Бізде әзірше солар еді, алдында һәрдайымғыдай хабар айқындағы